Саламатсыздар ма достар? Менің есімім Спанкулов Маулен, Спанкулов заңгерлік компаниясының негізін қалаушысымын. Бүгінгі біздің видеомыздың тақырыбы интернет алаяқтық. Яғни оларға қалай алданбау керек, қалай ажырату керек деген сұрақтарға жауап беретін боламын. Достар, егер де менің видеом сіздерге ұнап жатса, менің YouTube каналыма, сосын Instagram парақшама тіркеліп кетіңіздер. Instagramға тіркеліп, маған тікелей эфирде сұрақтарыңызға жауап алыңыздар. Интернет алаяқтық дегенді түсіндіру үшін ең алдымен алаяқтық дегеніміз не? Соған жауап берейін. Алаяқтық дегеніміз Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190 бабына сәйкес бөтен адамның мүлкін жымқыру, немесе алдау, немесе сенімді теріс пайдалану жолымен бөтен мүлікке құқықты иемдену. Өздеріңіз түсінгендей, адамды алдау арқылы ақшасын алып алу алаяқтыққа жатады. Ал интернет алаяқтық дегеніміз аты айтып отыр, яғни интернет ресурстары арқылы, яғни OLX, Instagram, WhatsApp және тағы да басқа платформалары арқылы сіздермен бетпе-бет кездеспей ақшаларыңызды алып, сосын жоқ болып кету. Осы пандемия кезіндегі алаяқтарға тап болып, ақшаларын жоғалтқан Қазақстан Республикасындағы адамдардың саны 12% болды. Ол дегеніміз 2 миллионға жуық адам осындай алаяқтарға тап болып, ақшаларын жоғалтқан. Орташа есеппен санағанда алаяқтар үлкен сумма алмайды. Санап қарасақ бір 12 мың, 15 мың теңгенің арасы. Бірақ 2022 жылы алаяқтардың саны одан да көбеюде. Олар қазір ақша көтеріп берем, раскрутка счета дейді, TikTokта бір қағаздарды ашып отырады және тағы басқа. Оларға сенуші болмаңыздар. Ертең соларға ақша салып, өкініп жүрмеңіздер. Көбінесе алаяқтар интернет арқылы жазбай, сіздің личный номерлеріңізге звондайды. Алаяқтар таңғы 11 мен кешкі 6 кезінде хабарласады екен. Жиі алаяқтар сіздің атыңызды ғана біледі. Бірақ сіздің толық аты жөніңізді білсе де, оларға сенудің қажеті жоқ. Көбінесе кездесетін алаяқтардың онлайн алаяқтық схемалары займ, кредит алып беру туралы көмектер, сіздің банктік карталарыңыздың пин-код кодтарын сұрауы, немесе телефондарыңызға келген бір SMS кодтарды сұрауы, сіздің карталарыңыздың арестке, блокқа түсуі туралы SMS-тер, немесе сіз бір 500 мың, 1 миллион теңге, немесе квартира, немесе Тоқаев президентіміз үй таратып жатыр, 20 мың теңгемен 1 миллион теңге жасап берем деген ұтыстар. Почтаңызға келетін ұтыстар туралы SMS-терді сіздерге қарсы қолданады. Өте жиі кездесетін алаяқтар қолданылатын платформа олар OLX, Instagram, сосын TikTok. OLX-тағы алаяқтық схемаларының біреуін сіздерге түсіндіре кетейін. Сіз телефон сатып отырсыз дейік. Сізге біреу телефон арқылы хабарласып, сіздің телефоныңызды сатып алу туралы хабарлайды. Сосын сізден толық ақпарат алған соң, сіздің номер телефоныңыз арқылы микрокредитный организацияларға заявка тастайды. Сосын сізге SMS подтверждение келеді, сізге тез арада алаяқ звондап, ойлануға уақыт бермей SMS айтуды сұрайды. Сізге қазір ақша жіберем, соның SMS-і деп. Сіз ойланбай SMS-тағы кодты айтасыз, и сізге ақша түседі. Даже сіз телефонды 50 мыңға сатып тұрсаңыз, сізге 100 мың теңге түседі. Ақша түскеннен кейін сізге алаяқ хабарласып, қателесіп 100 мың теңге сіздерге лақтырып жіберіппін. Осы 50 мың теңгені маған қайта аударып жіберіңіз деп сұрайды. Сонымен қатар сіздің телефоныңызды алып кетеді. Ал сіз сосын осындай алаяқтық схеманың жертвасы болып, ол кредитті мен алмадым, мен білмеймін деп счеттарыңыз аресте болып отырасыз. Келесі алаяқтардың Каспидегі ақшаңызды шешіп алатын схемалары былай жасалынады. Сіздің OLX-тағы номерлеріңізді алып, Каспи приложениясына кіріп, номеріңізді жазып, забыли пароль дегенді басады. Сосын сіздің номеріңізге SMS код келеді. Соны сізге алаяқ хабарласып сұрайды. Егерде сіз алаяққа келген SMS-тағы кодты айтатын болсаңыздар, сіздің Каспи приложенияңызға кіріп, ақшаларыңызды толықтай шешіп алады. Сосын Каспимен соттассаңыз да, төбелессеңіз де дәлелдей алмай ақшасыз қаласыз. Сол үшін достар, өте абай болыңыздар. Мен айтқан алаяқтардың схемаларының ең простой түрі. Олардың ойларына не келетінін ешкім білмейді. Даже сізге WhatsApp-қа шықса да, Instagram-нан дайректке шықса да, алдымен документтерін сұрап алыңыздар. Бірақ тағы айтып өтетін бір жағдай. Олар өтірік удостоверениені фотошоппен жасап сізге жіберуі мүмкін. Сол үшін удостоверенияны тексеріңіздер. Фотода сіздің удостоверенияңыздың түсі түрі қандай екенін және сол адамның сізге жіберген удостоверенияның түсі қандай екенін байқаңыздар. Әртүрлі болса, онда ол фотошоп.
ондай кезде ол адам алаяқ деген сөз. Қорытындылай келе, үйде отырып біреуге 20 мың теңге беріп 1 миллион теңге табам деген ойлар келетін болса, сіз алаяқтың жертвасы боласыздар. Ақша ешқашан ауадан өзімен өзі түспейді. Егер сол адамдар өздері сондай 20 мыңнан 1 миллион теңге жасайтын болса, солай жасап байып отырса, сіздерге не үшін көмектеседі деген сұрақ туындайды. Қазір осындай алаяқтардың алдайтын заманы, ақша оңай келмейді достар. Ешкімге өздеріңіздің карталарыңыздың номерлерін, реквизиттарын, басқа да қаржылық ақпараттарды жібермеңіздер. Осымен достар, бүгінгі видеомыз өзінің мәресіне жетті. Егер де видеомыз ұнаса, менің Instagram парақшама, осы YouTube каналыма тіркеліңіздер. Алдағы пайдалы заңи ақпараттарды жіберіп алмаңыздар. Назар аударғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.